Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше рецептпен бөлісемін. Үй жағдайында сгущенка және вареная сгущенканы жасайтын боламыз. Сгущенканы немесе вареная сгущенканы әрине дүкеннен сатып алған оңай, бірақ үй жағдайында даярлайтын болсаңыз, оның құрамында ешқандай химикатсыз, таза, табиғи өнімді алатын боласыз. Әрине дәмі де табиғи, өте дәмді болып шығады. Ерекше рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде алдымен каналға тіркеліп қойыңыз. Шамамен 3-4 литрлік кастрольді қолданамыз, оған қанттың барлығын саламыз. 1 литр жылы сүтті құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Егер холодильниктен шыққан сүт болса, оны міндетті түрде аздап жылытып алыңыз. Бір ас қасық шамамен 20 граммдай сары май саламыз. Сүтті газға қоямыз, қант ерігенге дейін силикон лопаткамен араластырып отырамыз. Сүт қайнаған уақытта оған жарты шай қасық ас содасын саламыз. Газдың отын баяу қоямыз, сүттің тасып кетпеуін қадағалаймыз. Сгущенканы жасау барысында соданы қосатын себебіміз сүт қайнаған уақытта түйіршіктеліп қалады. Ал содамен жасалған қоюлатылған сүт ешқандай түйіршіксіз әдемі болып шығады. Сгущенканы негізінен табиғи сиыр сүтінен жасаған дұрыс, сонда сіз дәмі де өте керемет, табиғи өнімді аласыз. Соданы қосқандықтан сгущенканың түсі аздап сарғыштау болады, бірақ оның дәміне ешқандай әсер етпейді. Дәмі өте керемет, ешқандай соданың дәмі сезілмейді. Басында айтып өткенімдей 1 литр сүтке негізінен 2-3-4 литрлік кастрольді қолдансаңыздар жақсы. Себебі соданы қосқан уақытта сүт көпіршіп тасып кетуі мүмкін. Және үлкен кастрольдегі аз көлемдегі сүт тез қайнап, оның буы тезірек шығып, сүт тезірек қоюлана түседі. Осылайша газдың отын баяулатып, шамамен 40-50 минут көлемінде қайнатамыз. Егер ыдысыңыз үлкен болған жағдайда, одан да аз уақыт алады, шамамен 30-40 минут көлемін алады. Менде сүт 50 минут қайнаған уақытта осылайша қоюлана түсті. Осылай түсі де аздап сарғая бастайды. Енді мен осының жартысын күнделікті кашаға қолданатын сгущенка ретінде бір ыдысқа құйып аламын. Ал жартысын әрі қарай қайнатып, одан вареная сгущенка даярлайтын боламын. Қалған сүтті тағы да шамамен 10-15 минут көлемінде қайнатамыз. Оның түсі тағы да сарғая бастайды. Сгущенканы қайнату барысында арасында араластырып отыруды ұмытпаймыз. Вареная сгущенка менде шамамен тағы да 10-15 минут көлемінде дайын болды. Өздеріңіз көріп отырғандай, күнделікті қолданатын сгущенка аздап сұйықтау болып келеді. Күнделікті шайға, әртүрлі кашаға қолдансаңыздар болады. Енді дәмінде прям сөз жоқ. Ал толығымен суыған вареная сгущенка қоймалжың болып келеді. Оны әртүрлі торттарға, десерттерге, менде муравейниктің рецепті бар, осы вареная сгущенкамен даярланады. Өте дәмді шығады, менің каналымнан көрсеңіздер болады. Описаниеде ссылкасын қалдыратын боламын. Ал мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондай-ақ сіздер менің каналымнан көптеген пайдалы кеңестерді таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Ал менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқан әрбір оқырман сізге алғысым шексіз.